Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қамырды дұрыс илеу, жаю және де жұқа етіп жаю жолын көрсететін боламын. Ол үшін бірінші құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды, бөлме температурасында тұрған суымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, керегінше қамырымызды орташа жұмсақта түйіршігін қалдырмай илеп аламыз. Қамырымыздың арасында түйіршіктер қалып қалмас үшін жақсылап илейміз қамырымызды, және де жақсы басы бірігіп тынығуы үшін 4-5 рет қайтара илеп, 1 сағатқа пакетімізге салып қойып қоямыз. Иленген қамырымыз бізде бешбармаққа, пельменге және де мәнтіге, кеспе көжелерінің қамырына қолдансаңыздар да болады. Қамырымыздың июі әдемі қанып, енді бөліктерге бөліп аламыз, және де дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай үстінен ұнымызды сеуіп, жұдырықтың көмегімен азғана жаямыз. Одан кейін барып оқтаудың көмегімен сағаттың тілін айналдыра отыра қамырымызды бір келкілетіп жайып аламыз. Қамырымыздың екі шеті қалың болмай, бір келкі болып жайылу үшін ұнымызды жақсылап сеуіп, қамырымызды ортасына жинақтап, дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Қамырымыз бір келкі әдемі домалақ болып жайылу үшін ортасына қолымыздың күшін түсірмей, екі шетін ғана айналдырып жаямыз. Мінекей біздің қамырымыз жұп-жұқа, дөп-дөңгелек болып жайылды. Кез келген қамырға арналған
тағамдарға қолдана берсеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Менің каналым ұнап жатса пікірлеріңізді қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.